Армысыздар, құрметті оқырмандар. YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бүгінгі топтамада таудай қарыздан құтқаратын дұға жайлы және де қарыз жайлы ұлағатты сөздермен бөлісетін боламын. Қарыз берсең сауап, алсаң аманат болып жазылатын дүние. Егер сіз аса зәру жағдайда ғана қарыз алып, оны қайтаруды ниет етсеңіз, әрі тезірек беруге бел байласаңыз, мұсылман әдебімен амал жасаған болып есептелесіз. Қарыз алушы және қарыз беруші бір-біріне көркем түрде беріп, қарызды көркем түрде қайтару қажет. Егер бұл әдеп орындалса, қарыз берушінің көңілі көтеріліп, сізге деген сенімі күшейеді және ол келесі жолы да дәл осындай ізгі амал жасауға өзін бұйырады. Берешегімізді көркем түрде қайтару адамдардың достығын, бір-біріне деген мейірімі мен жанашырлығын күшейтеді. Бұл өз кезегінде қоғамның тұрақтылығына әсер етеді. Сен алғанда қандай қуанышпен алсаң да, берерде де сол кісіні қуантуың керек. Қарызды көркем түрде қайтару үшін уақытылы қайтару керек. Екінші, қарыз берушіні өзі іздеп келуге мәжбүрлемеу керек. Үшінші, алып кел деген жеріне өз аяғымен апарып беру керек. Төртінші, алған заты ақша болса, ақшалай зат болса заттай қайтару. Бесінші, көңіл қалауынша одан да жақсырақ қылып қайтару. Берерде алғыс айту, оның өмірінің берекелі болуын Алладан сұрау қажет. Құрметті оқырмандар, енді қарыз жайлы ұлағатты сөздермен бөлісетін боламын. Әзіл айтумен қарыз алу кенет болу керек. Досыңа достық қарыз іс. Қарыз кешіксе, қадам бітер. Қарызынан бір тиын иесіне қайтару, көп алтын садақа беруден де жақсы. Досыңа достық қарыз іс. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қыласың. Алланың сүйген құлының бірі боласың. Әзіл айтумен қарыз алу кенет болу керек. Адамның парыз қарызы сыйлауда. Бәріміз де қарызға алған өміріміз үшін өліммен есептесеміз. Ақшаны қайырымсыз алу ма, қарызға алып қайтармау. Енді келесі кезекте қарыздан құтылуға қадам қалай жасалуы керек. Осы жайлы бөлісетін боламын. Бәрін жаңадан бастағысы келетіндерге кеңес. Қазіргі таңда қарызы жоқ, соның ішінде кредит алмаған адам кемде-кем. Тіпті танысыңыз айлығын түгел өзіне құртатын болса, таңырқап тамсанып қалуыңыз мүмкін. Әлбетте, кім болса да кредитті жауып, қарыздан құтылып, өмірін тап-таза парақтан бастағысы келеді ғой. Ал олай етейін десе, ай сайын келіп тұратын кезекті төлемдер мен өзге де шығындар бір демде мәселені шешіп тастауға мүмкіндік бермей жатады. Сондықтан қарыздың бәрін беріп тастағысы келетіндерге бірнеше кеңес бере кетейік. Бастысы, адам қай жағдайда мақсат қоюы керек. Оның неғұрлым нақты әрі айқын болғаны жөн. Сонда ғана жағдайдың шынайы көрінісі көз алдыңызға келіп, оны реттеудің жолы да анықтала бастайды. Демек, ең бірінші бізге керегі есеп. Кімге қанша қарызсыз? Қай банкте қанша теңгелік кредитіңіз қалды? Ерінбестен есептеп шығыңыз. Егер қолма-қол қарыз алған болсаңыз, өзіңіз де бір жерге жазып жүрген болсаңыз керек. Тіпті болмаса кімнен қанша алғаныңызды өзіңіз жақсырақ білетініңіз анық. Ендеше қолға қағаз бен қалам алыңыз да, кімге қарыз болсаңыз бәрін тізіп шығыңыз.
Кредитке келетін болсақ, оның көлемін білу тіпті қиын емес. Бүгінде біраз банктің мобайл қолданбасы жақсы жетілдірілген. Ішіне кіресіз де қанша қалдық қалғанын қарайсыз. Болмаса қағазға шығарылған келісімшартқа бәрі көрініп тұрады. Ал оны жоғалтып алған болсаңыз, банкке хабарласып, не бөлімшеге барып ақпарат ала аласыз. Есіңізде болсын, ерінбей есептеген өзіңізге жақсы, әйтпесе осы жүргеніңіз жүрген болып қалады. Ал одан кейінгі қадамға реттеуге келетін болсақ, яғни қарыздың қайсысын бірінші жабуға ниеттеніп амалдау керек. Соны шешіп алыңыз. Жалпы алғанда мұның екі тәсілі бар. Біріншісі логикаға сиятын әдіс, яғни пайызы да көлемі де көп кредиттен бірінші құтылу. Өйткені неғұрлым пайызы жоғары болған сайын, сіздің үстіне төлеп жатқан сомаңыз соғұрлым көп болады. Сондықтан алдымен пайызбен алғандарынан құтылып, соңғы жағына бөліп төлеуге алынған не таныстардан пайызсыз алынғандарын жабатын да ете аласыз. Әрине, қағазға жазып есептеумен шаруа бітпейді. Уақытынан бұрын жауып тастау үшін сізге қосымша табыс көзін тауып, уақыт пен күш сарқып, ресурс жұмсау қажет. Бірақ қарызсыз өмір сүргеннің әлдеқайда жақсырақ екенін ойласаңыз, тау қопаратындай жігер пайда болады. Ал енді әлсіздік танытып осылай айлықты шайлыққа жеткізе алмай, үнемі өзіңізге әлденені қимай, тапқан таянғанның бәрін қарызға үлестіріп беруді жалғастырғыңыз келсе де, ерік өзіңізде. Есіңізде болсын, қарыздан құтылу оңай емес. Ақша оп-оңай, жеңіл жолмен келе салмайды. Сізге шынымен еңбек ету керек. Тәсілдің келесі түрін психологиялық десек дұрысақ болар еді. Мұнда керісінше қарыздың ішіндегі ең азынан бастау ұсынылады. Неге десеңіз, адам жетістікке жеткенін барынша тезірек көргісі келеді. Ал ұсақ қарыздар көлемдірек түрлеріне қарағанда оңайырақ жабылады. Сондықтан психологтар қарыздан құтылуды ойлаған адамның осыдан бастағаны жөн деген кеңес береді. Қалай десек те, қайсысы басым түсіп тұрғанын қалауыңыз шешетін болады. Бастысы екеуіне де мақсат айқын, яғни қарыздан құтылу. Үшінші қадам. Кредиттерді біріктіріп қайта қаржыландыру. Әр банктен бір алынған ұсақ кредиттеріңіз көп болатын болса, оның бәрін бір жерге топтастыруға болады. Мұны қайта қаржыландыру процесі деп айтады. Бірақ бұл ретте тиімділігіне қандай пайызы аздан болып шығама, соны есептеу маңызды. Демек, сізге қаржылық сауат қажет-ақ. Кейбір ұсақ кредиттердің сомасын есептейді де, сонша сомаға несие алып, бәрін құтылып жатады. Мұнда ай сайынғы төлем мен жалпы мерзімі бойынша үстіне төлейтін соманың алдыңғылардан әлдеқайда көп болып кетпеуін ескеру қажет. Әрине, жоғарыда айтқанда есептеумен мәселе бітпейді. Бірақ сіз бұл ретте қарызды жабуға қадам басқаныңызды ұмытпаңыз. Бұрын кредит төлейтін күн келген уақытта біртіндеп төлеп жүрген болсаңыз, енді сіз нақты соманы мерзімдерді біліп қалдыңыз. Тағы бір тәсіл ең ірі кредитті біртіндеп болсын жаба беру. Яғни, ай сайынғы соманы төлеумен шектелмей, шама келгенше бөлікке бөліп болса да құтылуға тырысу. Аса бюджетке салмақ түсіп кетпес үшін жалақыңыздың 10% шамасын сол кредитке қосымша төлеуге әдеттеніңіз. Сонда қарыздан да құтыла бересіз. Ал айлықтың 10% былайғы күні қайда кетіп қалғаны да біліне бермейді. Сол себепті барынша сіз үшін тиімді жолдарын қарастырыңыз. Құрметті оқырмандар, сіздерде осы видеоның басында дұға жазылған. Сол дұғаны міндетті түрде күніне кем дегенде 2 рет оқып жаттап алыңыздар. Және де Алла тағаланың 2 есімін қайталадым. Сол 2 есімі бойынша сіздер оқып жаттап күнде кем дегенде 10 рет қайталасаңыздар, зікір етсеңіздер, иншалла қарыздан құтылатын боласыздар. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.
видеоны соңына дейін қарап назар салып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет.